баршаларыңызға қалдарыңыз қалай? Мен ұйықтап енді бара жатырмын эфирге. Шынына келгенде неге десеңіздер, енді шаршап қалғанмын. Сонымен кеше де кеш жаттым, ұйықтамай, уже әбден үйреніп алғанмын ғой ұйықтамай. Сонымен нормально, енді түске дейін ұйықтап алғаным жақсы болды. Енді біреулер айтып жатыр, вообще әділ болмады. Біреулер айтады, бұндай әділсіздік болса немеге қатыспай қоймадым ба деп. Мен олай санамаймын. Шынымен қатысқаныма қуаныштымын. Себебі қалай айтса болады, бәйгеге кірместен ұтылған дұрыс деп санамаймын. Және де кез келген дүниеге бір жүрекпен жасасан, ол жүрекке жетеді. Және сіздердің жүректеріңізге жетіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Ол кісілер де өмірде көздерінің тірісінде кейде қазақтың өзімен шалынып, кейде емес, енді көп әділетсіздіктерге душар болған жандарға менің кәдімгідей тағзымым болды, кәдімгідей құрметімнің белгісі болды. Жеңіл-желпі тақырып, жай ғана билей салып, жай ғана бір нәрсе сезсем болатын еді. Бірақ мен әрдайым айтамын ғой, қандай дүние болса да бір ой қалдыратын, кішкене болсын жастардың санасына. Мысалға кешегі мен бишілердің өзі «А кто эти люди?» дейді. «А кто эти люди?» дейді. Соны мен айттым, бұлар алаштар, осы қазақ үшін қызмет еткен жандар деп түсіндіріп жатырмын ғой. И көріністен кейін уже олар түсініп айтып жатыр да, қалай күшті деген сияқты. Мен үшін осыдан асқан жеңіс, осыдан асқан байлық жоқ. Өзіміздің егемен елімізде осы біздің қазақ зиялылары, осы біздің туымыз желбіресін деп күрескен жандар. Сондықтан маған 0 деген ұпай қойса да, мен сол туды желбірету үшін дүниеге келгенмін. Сол туға былай айтқан кезде қаншама қанмен келген дүние болғандықтан маған 0 деген қойса да, мен соны желбіреткеніме өте қалай айтса болады, қуанамын. Және де соны мақтан етемін. Себебі бұл біздің еліміз, бұл біздің жеріміз, бұл нәрсе бізге оңайлықпен келген жоқ. Және де айтып тұрмын ғой, маған солайынан туды желбіретпей ақ қой, бірақ басына корона тағамыз десе де мен ол нәрсеге қуанбаймын. Бастысы, мені қолдаған жандарға шексіз рахметімді айтамын. Мен сіздерді жақсы көремін. Және де қандай итог болса да, сіздер еш мұңаймаңыздар. Себебі бүкіл нәрсе енді қалай айтса болады, болу керек нәрсе болады, болмау керек нәрсе болмайды. Мен көңілім мүлдем түскен жоқ. Мен кез келген результатқа дайын болып бастадым. Кез келген результат